Джон Уик, он же Баба Яга, ол бір ғана карандаштың көмегімен 6 бірдей адамды мәңгілікке ұйықтатып жіберді. Ол бір ғана иттің күшігі үшін білдей бір орыстың мафиясын құртып жіберді. Ал енді ойлап қарай беріңіздер. Осы видеоны соңына дейін көрмесеңіздер сіздерге не істейтінін. Сондықтан осы видеоны көргендеріңіз абзал, достар. Сіздерге Джон Уик келе жатыр. Ал мен оның сәлемін жеткізуші Асхат Жапаровпын. Сәлем, достар. Бүгін Жәкең туралы шындықтың барлығын айтатын боламын. Көріңіздер, подписка жасаңыздар. Олай болса, кеттік. Сонымен неге Джон Уик аса танымалдылыққа ие болды? Қазіргі заманда боевиктен көп дүние жоқ қой. Солай емес па? Неге Джон Уик мың аққудың ішінен бөлек ұшты? Осы сұраққа мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Жалпы боевик жанрында кризис. Бұл тұжырымды ешкім жоққа шығармайтын шығар. Ең қызығы осы кризистің қайнар көзі түп төркіні осы боевиктің танымал болуының себебінде. Голливуд өлмейтін рыцарь жайлы миф ойлап тапты. Адами құндылықтары жоғарғы жауларын жеңетін, өлмейтін бір рыцарь. Оған пистолет болмаса автоматтан бөлек аспаннан комета түсіп жатса да ол өлмейді, бітті. Уақыт өте келе ол көрермендер жалықтыратыны белгілі. Және солай болды да. 80-ші жылдардың аяғында боевиктен жалыққан көрерменге Голливуд Брюс Уиллистің крепкий орешегін ұсынады. Оның айырмашылығы не дейсіздер ғой? Оның айырмашылығы сол, оғанға дейінгі боевиктердің кейіпкерлері, басты қаһармандары, олар почти мінсіз болатын. Олардың моральдық құндылықтары жоғары ғана емес, олардың дене бітімі де бөлшек качок болатын. Шварценеггер, мысалға Сталлоне, Дольф Лундгрен, боевик десе бұрын соларды еске салатын, қазір білмедім. Бірақ формула өзгеріссіз қалды. Кейіпкер жақсылықтың идеалдары үшін күресіп, өзіне жақын адамдарды құтқарады. Бұл таңдалған бағыт болып жатқан оқиғаны өзінің визуалды эффектісімен және көп әрекетпен қанықтыра бастады. Әрине, мұндай біркелкі қарабайыр формула ұзаққа бара алмайды және көрермен тағы да жалыға бастады. Атыс шабысты байланыстыру үшін көрсетілген қарабайыр сюжет деп сынай бастады. Басты мәселе сол беті шешілмей қалды. Біз басты кейіпкердің өміріне, тағдырына алаңдауды қойдық. Ол өлмейді, бітті. Голливуд режиссерлерінің жартысы бұл мәселені кейіпкерлерді біріктіру арқылы шешкісі келді. Өңшең мен деген мықты қыз жігіттерді жинап алып, олардың басын біріктіріп боевик түсіреді. Оған мысал Мстители, оған мысал Неудержимые. Ал голливудтық режиссерлердің екінші жартысы өлмейтін кейіпкердің мәселесін қалай шешсек екен деп көп ойланады. Осыдан кейін Миссия невыполнима сияқты франшизалар шыға бастады. Том Круздың күрделі трюктарды ешқандай сақтандырусыз өзі орындағаннан кейін біз кейіпкер үшін емес, актер үшін қам жей бастадық. Және фильм адамның қабілеттері жайлы болды. Көрерменге Том Круздың қандай да бір қиындықтан қалай шығатыны қызық болды. Ал бірақ одан шығатынына күмәнім болған жоқ. Джон Уикті шығарушылар бұл мәселеден құтылмайтындарын білді. Және олар басқа жолды таңдады. Джон Уикті көрген көрермендер Джон Уиктің тірі қалатынына күмәндарыңыз болған жоқ шығар, иә? Киану Ривз өзінің стильді қара костюмінде кез келген тапсырманы эффективно орындап шығады. Ол жеңілмейді. Бірақ несімен ол сонша танымал болды? Қайтадан осы сұраққа ораламыз. Джон Уик франшизасының ең үлкен идеясы ол қарапайымдылық. Фильмде барлық артық заттарды қиып тастап, тек экшеннен тұратын тартымды тәтті бөлігін ғана қалдырады. Фильм режиссері өзінің фильмін дыбыссыз фильмдермен салыстырады. Яғни, фильм визуалды деңгейде көрермендерге түсінікті болу керек дейді. Көрермен Джон Уиктің бірінші және екінші бөлімін көрмей, үшінші бөлімін көрсе де, өзіне қажетті адреналин алып, өзіне қажетті удовольствиесін алып кетеді. Тіпті үшінші бөлімін 5 секундта баяндап бере салуға болады. Қалай десеңіздер, Джон Уик ассасиндердің құпия бауырластығынан шығып, оның басына көптеген қаражат тағайындалды. Бітті. Қарабайырлыққа түсуден қорықпай, экшн фильм жанрының барлық тәсілдері мен техникасын бұл фильмде қолданады. Әрбір соққының немесе әрбір атылған оқты барлық денеңмен сезінесің бұл жерде. Камера хореографияның әрбір қимылын жібермей түсіреді. Күрделі сюжет пен көп диалог бұл жерде тек артық болар еді. Осы тәсілдермен көрермендерді алдамайды. Ұрыс көріністерінде Джон Уикте қанша оқ қалғанын бақылап отырады. Қаруын оқтау үшін Джон Уик кідіріс жасайды, иә? Шварценеггер братан сияқты бір автоматпен целый батальонда атып қыра салмайды. Және Джон Уиктің ұрыс көріністері ол жатқаннан бір бөлек әңгіме, бір төбе. Ол жаулардың эффектін өлтіреді. Ол оны бір мықты болу үшін болмаса крутой болу үшін істемейді. Оның мақсаты тез арада жауларынан құтылу. Қарсыласының тек басынан атуы да сол себепті. Сен оның жолында тек кедергісің. Мақсатына жету жолындағы кедергі. Ол сені тез арада жою керек. Бітті. Сені жоюдың ең жылдам жолы ол басыңнан ату, қалған жерден ату. Ол артық энергия мен артық оқ жұмсау ғана. Джон Уиктің басты тактикасы сол, ол мақтанға болу жасамайды. Классикалық боевиктердегідей ол діттеген жеріне жетіп, діттеген адамына барған соң ол өзінің моральдық құндылықтарын оқып бұл жерде ашу-ызасын айтып, созып тұрмайды, бірден атады. Оған мысал Тарасовтың ұлын, бірінші бөлімде Тарасовтың ұлын бірден атады. Екінші бөлімде
Сантино де Антониону барып ата салады, иә. Және де Джон Уиктің персонажынан бөлек көптеген фишкалар бар. Олар континенталь қонақ үйі, алтын монеталар, консьерж, высокий стол, қанмен берілген серт, администрация, библиотека, портной, картограф, ростовщик, уборщик, доктор, судья, енді айта берсек көп. Достар, осындай көптеген деталь бар, және осының барлығы альтернативный реальностьта болып жатыр. Балама әлем десем дұрыс бола ма? Ол қалай дейсіздер ғой? Джон Уиктің әлемі, ол жерде болып жатқан оқиғалар біздің әлемге қатысы жоқ. Я сіздер айтуларыңыз мүмкін, оқиға Нью-Йоркта болды, Римде болды, жаңағы болмаса Мароккода болды деп, иә. Бірақ сіздер ол жерден бірде-бір жаңағы гражданский адамдарды көрдіңіздер ме? Мен қылмыстық әлемге жатпайтын бірде-бір адамдарды айтамын. Жоқ, көрген жоқсыздар. Және ешбір адам, ешбір қылмыстық әлемге қатысы жоқ адам зардап шеккен емес. Ол мейлі атыс шабыс көріністер метрода болсын, Нью-Йорк көшелерінде болсын, Римде болсын, бірде-бір жаңағы бөлек гражданский лицо ешқандай зардап шекпеді. Бұл жерде енді бір қылмыстық әлемге жатпайтын бір адам бар шығар, ол Джон Уиктің сүйіктісі Хелен. Оның өзі де осы бірінші бөлімге дейін қайтыс болып кеткен. Бұл жағынан енді фильмді Джон Уикті қандай фильммен салыстыруға болады десеңіздер, Джон Роулингтің Гарри Поттермен салыстырар едім. Енді күлкілі шығар, бірақ Гарри Поттер де осы біздің әлемде болып жатады вроде, иә. Мысалға, ол да біздің әлемде болып жатыр. Жаңағы Хогвартсы бар, несі бар, бірақ біз оларды көре алмаймыз. Бізге олар қол жетімді де емес, олар бізге көрінбейді. Джон Уиктің әлемінің өз тәртібі бар. Киллерлер үшін барлығы жасалған еді. Континенталь қонақ үйі бұл киллерлер үшін жай ғана қонақ үй емес, бұл өз жұмыстарын орындау үшін целый қызметтер желісі. Бұл жерде бір ғана ереже бар: кісі өлтіруге болмайды. Және қонақ үйді пайдалану үшін консьержге бір алтын монета беріледі. Енді осыған сіздерді назар аударыңыздар, достар. Консьерждің аты Харон. Гректердің мифологиясында өлген жандарды жер астындағы Стикс өзені арқылы өлілер әлеміне жеткізуші болған. Және ол өз жұмысы үшін бір абол, яғни біздің тілімізде бір монета алған. Бірақ Харон өлілерді ешқандай себеппен, салдармен қайтадан өлілер әлемінен тірілер әлеміне ешқашан әкелмейтін болған. Фильмде де сол барлық қылмыстық адамдар, қылмысқа қатысы бар. Киллерлер болсын, қаншерлер, олар қайда барғандарын білді. Олардың жаңағы Харонға олар баяғыдан монетаны беріп қойған, және олардың кері қайтатын жолы жоқ екенін түсінді. Және кинодан байқасаңыздар, олар Джон Уикті өлтіру деген тапсырманы алғаннан кейін олардың бір қайсысы бірін көрдіңіздер ме Джон Уиктен қашқанын? Иә, олардың шамасы жетпей жатқан кезеңдер болды, олар жеңіліп бара жатқан сәттер болды. Бірақ ешқайсысы қашып кеткен жоқ. Соңғы демі қалғанша Джон Уикті өлтіруге тырысты. Қонақ үйлердің басқарушысы бар. Нью-Йоркта Уинстон, Римдегі континенталда Джулия, Мароккода континенталда София сияқты басшылар континенталда толықтай билігін жүріп бизнес жасай алады. Бірақ бұлар қылмыстық әлемде автономия секілді жұмыс жасайды. Яғни бұлардың үстінен верховный стол қарайды, жоғарғы билік органы. Олар ережелердің сақталуын қадағалайды. Және сақталмаған жағдайда не істегендерін көрдіңіздер. Джон Уиктің 3-ші бөлімде олардан ықпалы барлық жерде бар екенін көрдіңіздер. Олардың ықпалы барлық жерде бар, және олардан жасыру тіпті мүмкін емес. Енді 4-ші бөлімде высокий столға жаңа қарсылық көрсетеді, енді ол трейлерден байқағаным бойынша, бірақ енді оны көреміз. Кино шықсын. Міне осындай әлем, құрметті көрермен, осындай қызық әлем. Қанға берілетін серт бар. Қиын жағдайға тап болғанда біреумен көмек сұрап, кейін өтейтіннің кепілі ретінде қанмен серттеседі. Біреуіне костюм керек болса, портной бар. Жарақат алсаң, доктор бар деген секілді. Өлген мәйіттен құтылу керек болса, уборщик бар. Достар, Джон Уикті персонаж ретінде керемет ойластырған. Одан барлық қорқады. Оны барлық құрметтейді. Абыройы бар, онысы орынды да. Және оның қылмыстық әлемі де жақсы үйлестірілген. Артық ауыз диалогпен толтырмай, қарапайым сюжетпен түскен боевик. Енді 4-ші бөлімін асыға күтетін боламын. Сосын достар, бір айта кететін жайт. Мен кісі өлтірушіге тамсанып, болмаса бір қатыгездікті пропагандалап жатқан жоқпын. Мен жай ғана фильмге баға беріп, оны тамашалап, одан ләззат алып, оны баяндап қана отырмын. Әрине мен қатыгездікке қарсымын. Сонымен достар, осы роликтің соңына да жеттік. Енді әлі де айтарым бар еді негізі. Ролигім тым ұзап кете ма деп, сіздер көрмей қоя ма деп қысқартуға тура келді. Енді сіздер не ойлайсыздар, пікірлеріңізді бөлісе кетіңіздер. Қандай ойларыңыз болса, енді осы видеоны бағалап те кетіңіздер. Ұнап жатса лайк басарсыздар, подписка жасайсыздар.